қалай Біздің жұмысымыз таңертеңгілік 8-ден басталады. Біз план операцияға қараймыз. План операцияда қандай операция, соған керекті құрал-саймандарды, материалдарды біз осы бөлмеден аламыз. Бұл бөлмедегі материалдардың бәрі зарарсыздандырылған. Бұл набор инструмент. Бірақ біздің планымыз 8-де басталады деген бізде жоқ. Операцияны таңертең 6-да беруі мүмкін, 7-де беруі мүмкін. Бізде барлығы планда көрсетіледі. Сол бойынша дайындаймыз. Жоспар бойынша жасалатын операция омыртқа жотасының жарығын алып тастау. Осы операцияға қажетті құрал-саймандарды және керекті дәке барлығын дайындап алдық. Енді бұларды маған екінші мергер ашып береді. Оған дейін мен барып жуынып келем. Медбике мамандығын таңдаған себебім медициналық колледжді Алматыда аяқтағаннан кейін Алматы қаласында көз аурулар институтында жұмыс жасадым. Сол жерде операциялық бөлімшеде жұмыс жасадым. Сол кезде өте қатты ұнады. Астана қаласына келген кезде мен бірінші отделениеде жұмыс жасап көрдім, бөлімшеде. Ол бөлімшеде жұмыс жасап жүргенде менде әрдайым операция бөлімге жұмыс жасауға қызығушылығым оянды. Басқа больницадан осы ұлттық нейрохирургия орталығына ауыстым. Осында жұмыс жасап жатқаныма уже 8 жыл болды. Қолымыз обработка жасап қойғаннан кейін операцияға кіріп столды дайындаймыз. Бізбен бірге бақыласаңыздар болады. Кез келген ота, кез келген науқасқа жасалатын ота медбикенің арқасында ғана жасалады. Медбикенің қатысуынсыз ота өтпейді. Біздің әдеттегі кинодан көретіндей дәрігерге сұраған аспабын қолына ұстатып қана тұрмайды. Қазір сұраған дәрігердің сұрайтын аспабы бұрынғыдай тек скальпель мен пинцет емес, әртүрлі күрделі инструменттер, аппаратура қызметін білу керек, солармен жұмыс істей білу керек. Аспаптардың стерильдік жағдайы, жалпы операция жасалатын бөлімдегі стерильдік жағдай, түгел аспаптардың болуы медбикеден операцияның алдында талап етіледі. Ота жасау бөлімінің есігінен аттағанда ол өзінің менмендігін, мінезін, жанұясындағы басқа да жағдайдағы түгел күрделі мәселелерін бәрін есіктің сыртында қалдырып, операция бөліміне, ота жасау жерге тек қана адамға көмектесейін деп кіреді. Сондықтан ол жерде әдеттегі қызметтік қарым-қатынас ешкімнің мінезі ол жерде көрсетілмейді. Көшеден келіп адам бірден немесе колледж бітіріп, медициналық колледж бітіріп бірден медбике бола алмайды. Қазақта мақал бар ғой. Алдыңда жүрген ағаның етегін баспа, артынан ерген ініңнің бетін қақпа дейді. Бұнда да солай. Яғни бірін-бірі осы жұмыс барысында бірін-бірі үйретіп, тоқтамастан бірін-бірі оқытып отырады. Алғашқы кезде тәжірибесі бар медбикемен бірге жуынғаннан кейін аса қорқыныш болған жоқ. Одан кейін өзің тұратын болғаннан кейін өте қорқыныштар өте көп болды. Сенімсіздіктер, жаңағы мен дұрыс дайындадым ба, дұрыс беремін ба, қалай болады. Солардың қиындығымен сезбей қаласың. Ол қиындықтардан бір шаршау ондай болмайды сенде. Өйткені операциядан кейінгі науқасымыздың жағдайы маңызды. Осы уақытқа жоспарланған операциямыз аяқталды. Операция сәтті аяқталды деп ойлаймын. Науқастың операциядан кейінгі жағдайына дәрігердің қадағалауында болады. Операция 1,5 сағаттай болды. Бізде осы отделениеде күніне 15-16 операция болады.
барлық операцияның бір шектеулі уақыты жоқ. Кейде 4 сағат болады, кейде 5 сағат болады, кейде 10 сағат болуы мүмкін. Оның барлығы пациенттің жағдайына, операцияның күрделілігіне байланысты әртүрлі болады. Енді план жоспар бойынша келесі операция қандай операция екенін сол операцияға дайындаламын.